Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дамский пальчики десертін дайындаймыз. Өте жеңіл десерт. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен біз заварной тестамызды дайындаймыз. Сүт, су, тұз, қант және сары майымызды қосып, отта ерітіп аламыз. Және де барлық майымыз толықтай еріген соң бірден ұнымызды қосып жақсылап тоқтамай араластырамыз. Отты өшірмейміз және біздің қамырымызды құрғататын боламыз. Артық суының құрғауы қажет. Асты осылай жабыса бастаған кезде отты өшіріп, біздің тестамызды аламыз. Және де 360 грамм жұмыртқамызды дайындап қоямыз. Менде 8,5 жұмыртқа кетті. Біздің тестамызды толық суытып, одан кейін бір-бірлеп қосатын боламыз. Тура осы рецепт бойынша және де барлығын таразыда өлшеп жасайтын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз, профитролиларыңыз өте керемет болып шығады. Керемет екі есе көтеріледі. Осылай осы рецептпен жасап көруге барлығыңызға кеңес беремін. Одан кейін осылай кондитерский мешокқа салып, осындай теста болады. Кондитерский мешокқа саламыз. Пергамент қағазына біздің профитролиларымызды жақсылап орналастыратын боламыз. Әр түрлі формада жасай берсеңіздер де болады. Мен осылай гүл тәріздес етіп жасадым. Және де 180 градуста 30 минуттай, 25 минуттай беті қызарғанша жақсылап пісіретін боламыз. Осылай беті қызарып, екі есе көтеріліп, керемет болып шығады. Қараңыздар, керемет болып шықты. Осылай жасап көруге баршаңызға кеңес беремін. Біздің профитролиларымыз пісті. Енді толықтай суытамыз. Бұл холодильникке салып қойсаңыздар, 1 күн, 2 күн тұра береді. Енді кремін дайындаймыз. Біздің 100 грамм сливкеге осылай вареный сгущенка 280 теңге ғана тұрады. Ішіндегі кремін жасайтын боламыз. Осылай қосып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Сонда біздің креміміз воздушный және де қатты тәтті болып кетпейді. Осылай барлығын араластырып болған соң кондитерский мешокқа салып, біздің профитролиларымыздың ішіне осы кремді жағатын боламыз. Көп жағып жібермеңіздер, өте крем көп кетеді. Кішкене ғана салсаңыздар жеткілікті. Барлығын осылай жасап шығамыз. Одан кейін сыртына жағатын крем дайындаймыз. Біздің сливкеге қаймақ, сахарный пудра қосып, жақсылап миксерлейміз. Және де творожный сыр қосамыз. Төртеуін жақсылап миксерлейміз. Біздің креміміз қатты қою болмау қажет, қатты сұйықта болмау қажет, орташа қоюлықта болу қажет. Осылай вилканың көмегімен немесе барлық профитролиді салып, араластырып, осылай вилкамен қойсаңыздар да болады. Осылай барлығын қойып шығамыз. Бетіне ганаш жасаймыз. Сары маймен шоколадты ертіп, осылай жақсаңыздар болады. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Сыртындағы крем мен ішіндегі кремі бір-біріне керемет үйлесіп, біздің тестамыз өте жұмсақ, керемет болып шығады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін.